Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен жареный пенмен жасайтын боламыз. Енді ол жеген кезде жұмсақ емес, кәдімгі күшті болып піседі. Жасап көрдіңіздер. Су мен тұзды араластырып, ұнымызды салып, ұнымызға су мен тұзды ғана құйып, жақсылап қамыр илейміз. Жақсылап кішкене июн қанғаннан кейін жайып, жұқалап жайып, тура видеодағыдай кесіп, ішіне салмасын салып шығамыз. Салмасында менде картоп езілген и қуырылған пиязды араластырып салынып тұр. Барлығын осылай істеп болғаннан кейін майға қуырып ала береміз. Астарыңыз дәмді болсын. Өте керемет, кәдімгі күшті болып шығады. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес даже. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Тіркелуді ұмытпа.